Якорь ауылының тұрғыны Жаңалық Салғарин 5 жылдан бері қаз өсіріп күн көруде. 4 күн ішінде 870 қазы кенеттен қырылып қалды. Айтуынша 2 миллион теңгеге жуық шығынға ұшыраған. Енді бар үмітін мемлекет уәде еткен төлемақыға артып отыр. Осы жұмыс барысында біз құсты сатып өндіретін ақшамыз бір 6-7 миллион табу керек едік. Соған енді бірне мемлекет тарапынан қазіргі таңда компенсация болып деп отыр. Ол компенсация орта айлық есептік көрсеткішке қарағанда сол орта қаздың бағасы бойынша төленеді деп отыр. Бірақ әлі ешкім ондай түсіндіріп айтқан жоқ, өйткені бәрі процесте болып отыр. Инфекция ауылдың барлық құстарына таралып отыр. Қауіпті індет салдарынан Нина Белопухованың 100 қазынан 17-сі ғана қалған. Зейнетақысына алған құстары қырылып, шығынға белшемізден баттық деп көзіне жас алды қария. Вот эти, вон те вот гусята. Міне мынау қалған қаздар, ең мықтылары шығар. 80-90 құсымыз қырылып қалды. Олар өлген кезде өзіміз жою жұмыстарымен айналыстық. Өйткені бізге ешкім ештеңе айтпады. Не болып жатқанын түсінбедік те. 19 қыркүйекте облыстағы Жеті ауданының 11 елді мекенінде жоғары патогенді құс тұмауы анықталып, олар карантинге жабылды. Қазіргі таңда тағы 6 ауыл карантинге жабылмақ. Өтемақы комиссия қарастырып шешім қабылдайды. Негізгі орта айлық нарықтық баға бойынша. Жалпы облыс бойынша жыл басынан 600 мың құс вакциналанды. Қазіргі таңда біз республикалық қордан 873 мың доза вакцина алдық. Осы вакцинамен біздің ветеринарлық мамандар аудандарда егу жұмыстарын бастап жүргізіп жатыр. Аса қауіпті індет анықталған елді мекендерде республикалық және облыстық ветеринария мамандары мен құстардың өлікселерін жою, үй-жайлары мен аула аумақтарында дезинфекциялау жұмыстары жүргізілуде. Салима Базарбекова, Азамат Елубаев, Первый Северный.